Тәкаппарлық ол барлық адамдарда кездеседі, бірақ кейбір адамдардың фен өскен кезде, қызметі өскен кезде, байып кеткен кезде, бизнесі қатты жүріп, ақшасы көбейген кезде бұл адамдардың сонымен қатар тәкаппарлығы да өсе бастайды. Осы кезде сол адамға қандай ресурс құнды, сол ресурстармен ол адам сынала бастайды. Кейбір адамдарда ол денсаулығы болсын, жақын адамдардың денсаулығы, немесе ақша, немесе бизнесі жүрмей қалу деген сияқты осындай әртүрлі сынақтар келе бастайды. Енді сіздерге төменде осы тәкаппарлықтың 20 түрімен бөлістім. Соның ішінде сізде қайсысы түрі бар, соны белгілеп кетсеңіздер болады, немесе осы 20 түрлі тәкаппарлыққа тағы да осы тәкаппарлықтың қандай түрін білесіз, соны да жазып кетсеңіздер болады. Енді бұнымен біз қалай жұмыс жасаймыз? Егер осы төмендегі немесе өзіңіз білетін тәкаппарлықтың белгілі бір қасиеті сізде болатын болса, онда жақсы бір қасиетке алмастырыңыз, немесе проработкаға, терапияға жазылсаңыздар болады. Парақшам сізге пайдалы болса, тіркеліп кетіңіз және өзіңіздің пікіріңізбен бөлісіңіз.